Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүтті қыз, яғни молочная девочка деп аталатын тортты жасап көрсетемін. Бұл торттар дүкенде өте қымбат бағада сатылады. Мен секілді үй жағдайында жасасаңыздар, тиімді болады, әрі дәмі керемет, сәтті болып шығатын рецепті дәл осы видеода соңына дейін қарап шығыңыздар. Корждарын жасап аламыз. Бөлме температурасында болған сары майымызды, жұмыртқамызды, сгущенкамызды үлкенде ыдысқа саламыз. Және де сгущенканы таңдағанда майлылығына назар аударыңыздар. Менде 8,5% сгущенка болды, және де 1,5 банкасын қолдандым. Енді миксерлеп аламыз. Әуелі өте жай бастап, сосын жылдамдығын көбейтіп, бір келкі болғанша араластырамыз. Ұнымыздың үстінен разрыхителді салып, араластырып аламыз. Енді осылай аз-аздан иліктен өткізіп, миксерлеп алуымыз қажет. Айта кетерлігі, ұнды бірден барлығын салмаймыз. Міндетті түрде бөліп салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздегі қамырымыздың сұйықтығы осындай болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылай болуы қажет. Арнайы кондитерлік қағазға тәрелкенің көмегіменен шеңбер сызып алдым. Міне көріп тұрсыздар. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Осы шеңберге 3 немесе 4 қасықтан қамырымызды салып, қасықтың көмегіменен жайып шығамыз. Міне осындай болады. Енді пешке 180 градусқа салып, 7-8 минутқа пісіріп аламыз. Міне менің коржым дайын. Енді аздап суығаннан соң ғана қағазын алып тастаймыз. Айта кетерлігі, әркімнің пеші әртүрлі. Мысалы, менде 180 градуста 7-8 минутта піскен болса, сіздерде 5 минутта пісіп қалуы мүмкін, немесе 10 минутта. Сондықтан баса назар аударғандарыңыз дұрыс. Өйткені бұл корждар өте тез піседі. Коржымыздың піскенін тексеру үшін осылай ағаш таяқшаның көмегіменен тексерсеңіздер болады. Міне біздің корждар дайын. Тортымыздың кремін жасаймыз. 33% сливкиді қолданып жатырмын. Тоңазытқышта сливкиіміз кемінде 4 сағат тұруы қажет. Егер де 4 сағат бойы тұрмаса, ол өзінің формасын ұстамайды. Және де сливкимен жұмыс жасап жатқан кезде ең әуелі миксерді өте жай жылдамдықта бастап, сосын барып жылдамдығын көбейтеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өзінің формасын ұстап, ағып кеткен жоқ. Дайын болған сливкидің үстінен творожный сырды салып, оны да жақсылап араластыруымыз қажет. Енді қант ұнтағын, яғни сахарная пудраны салып, тағы да миксерлеп аламыз. Біздің креміміз дайын. Міне осындай болып шығады. Корждарымызды жинаймыз. Осылай аздап кремін астына жақсаңыздар, тортыңыз жылжымайды. Осылай бір-бірден салып, үстінен кремді салып, яғни 2 қасықтан салсаңыздар да жетеді. Видеодадай жасап, тортымызды жинаймыз. Барлық корждарды жинап болғаннан соң, ең соңғы, яғни беткі қабатын мен сияқты жасаңыздар, яғни корждың астыңғы бөлігін аударып салсаңыздар, тортыңыздың беті өте тегіс болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жасадым. Сіздер де осылай жасаңыздар. Кремін жағып шығамыз. Немесе мен секілді пышақтың көмегіменен осылай жасасаңыздар да болады. Тортымыздың жандарына да кремін жағып шықтым.
Міне, енді тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Торттың бетіне шоколадты ганаш арқылы жазу жазамын, сондықтан водяной баняға сары майымызбен шоколадымызды ертіп аламыз. Маған 26 деген сан керек, сондықтан жаңағы ертілген шоколадты 2 және де 6 сандарына құйып, тоңазытқышқа аз уақытқа салсаңыз өзінің формасын ұстайды. Дайын болған тортымызға жазу жазып жатырмын. Ағаш таяқшаның көмегімен алдын ала жазып алдым. Сосын кондитерлік қапшыққа жаңағы ертілген шоколадымызды құйып, осылай жазу жазып, сурет салып, барынша әсемдеуге тырыстым. Міне біздің тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әсемдесеңіздер болады. Және де міндетті түрде жасап көріңіздер деп айтқым келеді, өйткені өте тиімді болады және де дәмі өте керемет, сөз жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұл тортты өзімнің жолдасымның туған күніне арнайы жасаған едім. Жақындарыңызды осылай қуантыңыздар. Осы уақытқа дейін сүтті қыз тортын мен әртүрлі сәндеген болатынмын. Міне осылай жем-шидектермен сәндесеңіздер болады. Түрлі өзіңіздің ойыңызға келген фантазиямен сәндесеңіз өте керемет болып шығады. Сіздермен бірге болған Арайлым. Бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдан ала рахмет.